Жаз келіп, жүгері таза пісіп, базардың айналасына шығып, піскен жүгеріні сатып атқан халықты көптеп кездестіреміз. Сол жүгерінің шашағы адам денсаулығына үлкен пайдалы екенін біліміз бірсек, біріміз біре бермеспіз. Сол шашақтың бүгінгі кейбір пайдалары туралы айтып кетейін. Бауырды емдеу үшін ұсақталған жүгері шашағының 2 ас қасығын 1 стакан қайнаған сумен араластырыңыз. Стаканның бетін жауып, ыстық су құйылған ыдысқа салыңыз. Шамамен 20 минуттау болуы қажет. Белгіленген уақыттан соң стаканды алып, балалардың қолы жетпейтін жерге қоясыз. 40 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан ішесіз. Емді тамақтан соң күніне 4 рет қабылдау керек. Емделу мерзімі 2-3 апта. Бүйректен зардап шегетін, бүйректен қатты ауыратын адамдар үшін 50 грамм ұсақталған жүгері шашағын жарты литр суға салып, баяу отта қайнатасыз. 5-10 минуттай қайнаған соң отын сөндіріп, тұндырып қойыңыз. Шамамен жарты сағаттан кейін сүзіп алып, аз-аз жұтымнан күні бойы ішіп тауысытыңыз. Емделу уақыты 2 апта. Бұл тұнба бүйректің жұмысын жақсартады, несеп жолдарын тазалайды, ісікті қайтарып, циститке де ем болады. Бүйрек пен өттегі тасты түсіруге көмектеседі. Өтті емдеу үшін 50 грамм кептірілген шашақты 150 миллиграмм жылы суға салып, қақпағын жабасыз. Оны ыдысымен ыстық суға салып, булау жасау керек. Яғни, орыстар айтады ғой, ванна жасау керек. Шамамен 15-20 минуттан соң стаканды алып, тұндырып қойыңыз. Салқындаған кезде қабатталған дәкемен сүзіп алып, 100 миллиграмм қайнаған сумен араластырасыз. Дайын болған емдік сусынды 1 ас қасықтан тамақтанудан алдын күніне 3-4 рет ішіңіз. Емделу уақыты 2 апта шамасы. Араға 2 апта күн үзіліс жасап, 2-ші рет және 3-ші рет жалғастыруға болады. Өт ауруларынан түбегейлі айығасыз. Ұйқы безді емдеу үшін 30 грамм жүгері шашағын 1 стакан суға салып, отқа қойыңыз. Баяу отты 5 минуттай қайнатып алып, қақпағын мықтап жабыңыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, аш қарынға 1 ас қасықтан ішесіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Сонымен қатар, жүгерінің шашағы, асқазан аурулары, соның ішіндегі гастритті емдеу үшінде қолданылады. Ол үшін 2 ас қасық жол желікен, яғни подорожникпен қалақай, крапива шөбін және 1 ас қасық жүгері шашағын араластырып, термосқа салыңыз. Үстіне 0,8 литр қайнаған су құйып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 3 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 стаканнан күніне 3 рет ішіңіз. Емді тамақтанудан 30 минут алдын қабылдау керек. Емделу мерзімі шамамен 2 аптадан 8 аптаға дейін жалғасады. Анемиядан айықтырады. 4 ас қасық шашақты 1 литр қайнаған суға салып, тұндырып қойыңыз. 1 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, жарты стаканнан әр 2 сағат сайын шай ретінде ішіңіз. Емді тамақтан соң жүргізу керек. Бұл тұнба гемоглобинді көтереді, әрі қаны аздықтан арылтады. Жүгерінің өзін пісіріп жейміз деп, шашағын қоқысқа лақтырып атқан адамдар үшін видеом өте пайдалы. Видеом сізге ұнаған болса, лайк және комментария қалдырыңыздар, және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдауды өтінемін.